истихара туралы айтып беріңізші депті. Истихара намазы бұл мұсылман адам екі істің ортасында тұрған кезде оқылатын намаз. Мәселен, бір қызға қатты ғашықсыз, бірақ келешекте білмейсіз ғой. Келешекте білетін бір Алла ғана. Оған үйленсеңіз, ол сізге адал жар, ол сізге жақсы өмір жолдас бола ала ма, бола алмай ма? Немесе әйелдер бір еркекке сөз салып келді. Қарасаңыз, рең басы түзу, әдемі ақ еркек. Оған тұрмысқа шығайын ба, шықпайын ба, ойлана бастайсыз. Немесе бір жұмыс, тек қана үйлену мәселесінде емес, бізде тек қана үйлену мәселесінде оқып үйреніп қаламыз. Жұмыс. Сапарға шыққыңыз келеді, жұмыс істеңіз, кез келген мәселеде. Сахабалар айтады, бізге пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам Құранды жаттатқандай жаттататын еді истихара намазды. Неге? Өйткені хадистерде келеді, кім-де-кім истихара намазын оқып бір істі бастаса, ол өкінбейді дейді. Ол өкінбейді. Неге? Өйткені Аллах субханаху ва тағала оның келешегін біледі еді, өкіндіретін бір нәрсесі болса, оған оны бұйырттырмайды Алла тағала. Енді бір адам истихара оқыды. Мәселен, бір қызға үйленейін деп истихара оқып бір жігіт. Бізде көп бір түсінік бар да, қате түсінік. Түсінде көру керек дейді. Белгісі болу керек дейді. Түсте көрмейсіз оны. Белгісі жүрегіңіз. Яғни көңіліңіз соған ауып тұрса, болды. Демек Алла субхана жақсы белгі беріп жатқан деген сөз. Көңіліңіз аумай, безіп, қанша істесеңіз де орайы келмей жатса, демек Алла субханаху ва тағала оны сізден алыстатып жатыр деген сөз. Сондықтан да осы нәрсені істейсіз да, бисмилля деп бастайсыз.